Сәлеметсіздер ме? Бұл сұңғат ағай және бұл оқу сауаттылығы. Оқу сауаттылығы ұбт-да берілетін балы 10 ғана болғанымен, ол сіздің 10 балдан бөлек алатын 130 бал алуыңыздың да негізгі алғы шарты болып есептеледі. Және неге екендігін қазір түсінетін боламыз. Алдымен мына сұраққа жауап берейікші. Жалпы неге оқу сауаттылығы қажет бізге? Неге оқу сауаттылығы деген пән біз тапсыратын ұбт-ға кіріктірілген? Осыған дейін қарапайым қазақ тілі грамматикасы. Шақшаның ішінде немесе түсінікті қылып грамматика деп жазайық. Ол бойынша бізге 25 сұрақ берілетін, бірақ неге қазір біз жалғауларды, жұрнақтарды, матасу, пысықтауыш, анықтауыш деген қазақ тілі сабағында үйретілетін дүниелерді емес, неге біз мәтін талдаймыз? Және ол неге оқу сауаттылығы деп аталады? Мәтіннің маған өмірде не пайдасы бар деген сұрақтарға жауап беріп көрейік. Бұл сабақ біздің бірінші сабақ, және бұл сабақта біз бұл пәнге деген дұрыс көзқарас қалыптастырып алуымыз қажет. Себебі қандай да бір ісіміздің, мейлі ол ұбт-ның бір сабағы болсын, немесе қандай да бір басқа ісіміз, әрекетіміз болсын, оған деген біздің қарым-қатынасымыз, ойымыз, ниетіміз дұрыс болмаса, ол түбі бізді қуантатындай нәтижеге алып келмейді. Кеттік. Тест-центр KZ. Білесіздер, бұл бізде УТО деп қысқаша айтамыз, яғни ұлттық тестілеу орталығының ресми сайты, және ол жерде оқу сауаттылығына байланысты осы бір кесте берілген. Яғни тест мазмұны бойынша бізде 3 түрлі мәтін келеді. 3 мәтін бойынша жиынтық 10 тест тапсырмасы. Бірінші мәтін, міне, ол көбінесе 60 және 100 сөз аралығында болады, және ол негізінен мынау бір көрсетілген тақырыптар бойынша келеді, 1-ден 6-ға дейін. Бұл неге тақырыпқа дейін көрсетіліп қойған, неге ол бекітіліп қойған дейтін болсақ, себебі ұбт ол үлкен маңызды мемлекеттік емтихан болып есептеледі. Сондықтан ол жерде кез келген тақырыптағы, кей адамның көңіліне тиіп қалатын, кей адамға мүлдем жақпайтын деген секілді тақырыптар болмау керек. Ода барлығы нақты, түсінікті, әділ, объективті болуы қажет. Сол үшін тақырыпқа дейін ол жерде бекітіп қояды. Екінші, 100-150 сөз аралығында ол білім, ғылым, тұлға, өнер, техникалық прогресс тақырыбында болады. Яғни екінші мәтініміз біздің, және үшінші мәтініміз ең көлемді мәтін 150 мен 350 сөз аралығында болады. Мәтіннің ұзақтығына қарай бірінші мәтін бойынша 2, екінші мәтін бойынша 3, және үшінші мәтін бойынша 5 сұрақ беріледі. Демек, нәтижеде 10 сұрақ, 10 сұрақтың әрқайсысына 1 ұпайдан, демек 10 ұпай беріледі. Басқа да ұбт-ның басқа да пәндері секілді, оқу сауаттылығы бойынша да 10 сұрақтың өзі деңгейге қарай бөлінеді. Яғни А деңгейлісі 40%, демек 10 сұрақтың 40% дегеніміз 4 сұрағы оңай, А деңгейлі. Екінші, 4 сұрағы орташа, Б деңгейлі, және 2 сұрағы С деңгейлі болып есептеледі. Міне, осылайша біз оқу сауаттылығында қандай тәртіппен, жүйемен мәтіндер келетіндігін, қандай тақырыпта келетіндігін, қандай деңгейде келетіндігін түсіндік. Енді осыдан бұрынғы қойылған сұраққа жауап беріп кетейік. Оқу сауаттылығы пәні маған жалпы не береді? Не пайда? Бірінші кезекте ол 10 ұпайыңыздың оқу сауаттылығы бойынша, жақшаның ішінде осы деп қана жазайын, оқу сауаттылығы бойынша алатын 10 балыңыздың ол негізгі себебі. Және одан бөлек Қазақстан тарихыңыз болсын, мат сауаттылығыңыз болсын, басқа да пәндеріңіздің барлығы сізге тапсырмаңыз мәтін күйінде берілетінін ұмытпайықшы. Яғни сіздің оқу сауаттылығыңыз жақсы болмаса, сіздің математикалық сауаттылығыңыз да жақсы болмайды. Себебі математикалық сауаттылық та ол да мәтінмен келеді ғой.
ол да мәтін арқылы түсіндіріледі ғой, ол да мәтін есептерден тұрады ғой. Сондықтан сіз оқып жатқан дүниеңізді жақсы түсінбейтін болсаңыз, қалайша сіз мәтіннен келетін түсіндірілетін есепті, түсіндірілетін биологиядағы, тарихтағы, химиядағы жағдаяттарды сіз қалай түсінесіз? Сондықтан оқу сауаттылық пәнін, жалпы оқу сауаттылық қабілетін дұрыс оқу, түсініп оқу, дұрыс қабылдау, анализдеу қабілеттерін жай ғана сізге 10 ұпай алып келетін дүние емес, 140 ұпайымның ең негізгі себебі деп ойлансаңыз екен. Себебі барлық тапсырмалар, барлық 120 сұрақтың 140 балы да сізге мәтін күйінде берілетін тапсырмадан болатындығын ұмытпаңызшы. Сол үшін оқу сауаттылық аса маңызды. Ол және күнделікті диалог та сізге аса көп пайда береді. Сіз байқауыңыз мүмкін, немесе байқамауыңыз да мүмкін. Оқу сауаттылығы жақсы дамыған адамдар күнделікті диалогта сауаттылық бойынша келетін мәтіндердегі секілді, бұл адам маған не айтқысы келіп тұр? Бұл адам қандай әрекет жасап жатыр? Оқиғалардың реттілігі қалай болды? Бұл қандай дәлелдер келтірді? Қандай эмоцияда? Деген секілді сұрақтарға автоматты түрде өз ішінен жауап беріп тұратын болады. Себебі оқу сауаттылық мәтіндері, тапсырмалары біз осы нәрсеге үйретеді. Күнделікті өмірдегі оқып жатқан кітабымыздан бөлек, сөйлесіп жатқан екеуміздің арамыздағы диалог кезінде де мен автоматты түрде мәтінді талдап жатқандай боламын, жақсырақ түсінуіме мүмкіншілік аламын. Міне, оқу сауаттылығы сізге тек қана ортадан бөлек күнделікті өмірде де аса пайдалы дүние, және ол сізге жан жақты көзқарасқа алып келеді. Қандай мағынада айтып жатырмын? Яғни критикалық ойлауға алып келеді. Критикалық ойлау. Ол қалай дейтін болсаңыз, түрлі мәтін келеді алдыңыздан. Түрлі тақырыпта мәтін келеді. Осылардың барлығын оқу арқылы, жаттығу арқылы мен сіздерге үлкен жинақ беретін боламын. Жауабымен солардың барлығын жасап, талдай отырып сіздер жан жақты білім аласыздар және критикалық ойлауға, сыни ойлауға ие болатын боласыздар. Ол маңызды. Бүгінгі ғана емес, ертеңгі өміріңіз үшін де. Енді қараңызшы, оқу сауаттылығының өзі екі сөзден тұрады: оқу және сауаттылық. Оқу деген не, сауаттылық деген не? Оқу деген, мысал үшін, енді біз былай айтамыз, оқу дегенде мысалы сұңғат ағай дегенде С-О-Ң-Ғ-А-Т, демек сұңғат. Оқу деген тек қана ол емес. Оқу деген көру арқылы ақпарат алу ғой. Мысалы, бір адамға қарап тұрып, мен оның ойын оқып қойдым дейміз ғой. Қалай? Оның ойы әріппен жазып тұрған жоқ қой көзінде. Біз қалай оны оқып қоямыз? Демек, оқу деген тек қана әріппен жазылған дүниелерді қосу емес. Оқу деген қандай да бір затқа қараған кезде соған қатысты өзіңе қажетті ақпараттың барлығын ала алу. Бір адамға қарады, бірден анализ келеді. Жас шамасы осындай екен, осылай сөйлейді екен, демек мінезі сәл осындайлығы бар, бойы осындай екен, денесі тұрқы осындай, бәлкім спортпен айналысатын шығар, осылай киініп алыпты, демек мектеп оқушысы, немесе жас шамасы осында деген секілді біз бәлкім байқамайсыз да, бірақ біздің миымыз өте тез жұмыс істейді, және былайша айтқанда ол өте тез оқиды. Қандай да бір затқа қарап көп ақпарат алады. Оқу дегеніміз сонда әріптерді қосу емес, ақпарат жинақтау, өзіңізге қажетті болған. Және сауаттылық ше. Естеріңізде болса, сауаттылық деген сөздің түбірі сауат дегеннен шығады ғой. Әдебиет сабағынан білесіздер. Мысалы, Міржақып Дулатов немесе Абай Құнанбаев өзінің ауылда Ғабдылжаппар деген молладан сауатын ашты деп айтылады. Алғаш әріп таныды деген сөз. Сауатты адам деп, осыдан 1,5-2 ғасыр бұрын сонда оқи алатын, жаза алатын адам сауатты адам деп аталған. Ал қазір Қазақстанның, еліміздің, оған қуану керек шығар, 99,9% оқи да алады, жаза да алады. Бірақ біздің еліміздің барлығы керемет білімді, керемет сауатты деуге келе ме? Жоқ. Осыған дейін, осыдан 2 ғасыр бұрын сауатты адам деп оқи алыптын және жаза алатын адамды айтқан болса, қазір
сауатты деп аталу үшін ол қасиет жеткіліксіз. Қазір сауатты деп аталу үшін бізге оқыған дүниеден барлығынан өзімізге керекті ақпаратты таба алу, қате ақпаратты мынау қате дей білу, дұрыс ақпаратты мынау дұрыс дей білу қабілеті есептеледі. Сауаттылық дегеніміз осы. Сонда оқу сауаттылығы дегеніміз бүгінгі заманға сай біздің қандай да бір дүниені оқи алған кезде, көрген кезде өзімізге қажетті ақпаратты дұрыс алуымызға себепші болатын және соны тексеретін тест тапсырмаларын айтамыз. Және бұл ұбт-да келетіндіктен ойлаңызшы, ол неге дәл осы күйінде беріледі? Себебі бізге кішкентай ғана жаңағы мәтіндердің түрлерін көрсеттік қой, кішкентай ғана мәтіннен дұрыс жауапты, дұрыс мәтінді түсіне алмаған оқушы, болашақ студент, ертең университетке барған кезде бір тақырып бойынша берілетін мыңдаған ақпаратты сірә оқи алмайды ғой ол оқушы. Демек ол университетке, яғни сол мамандық бойынша жоғары оқу орнына түсуге де бәлкім лайықсыздау деп есептейді біздің мемлекетіміз. Сондықтан дәл осы оқу сауаттылығы атты пәнді белгілеген. Қазір кішкентай ғана мәтін берілген болса, ертең еселеп жүздеген есе ұзақ мәтіндер келетіндіктен бұл біздің ол бағдарламаларды меңгере алып, меңгере алмауымызды тексереді. Оқу сауаттылығы деген пәннің маңызын, құрылымын түсіндік деп ойлаймын. Енді мәтін талдап көрейік. Бірінші және алтын ереже. Бірінші сұрағын оқимыз мәтіннің, сосын сол сұрақтар берілген мәтінді. Қандай сипаттама Қаратауға қатысты айтылған? Қаратауға қатысты айтылған. Автор Тарбағатай тауын қалай қабылдайды? Тарбағатай тауы. Қаратау және Тарбағатай. Қайран Тарбағатай. Қайран деген сөздің өзінде не бар? Бір тамсану бар ма, өкіну бар ма бәлкім. Әйтеуір бір эмоция бар. Асын сызып қоюға болады. Сен тау болып жаралғалы, демек Тарбағатай тау болып тұр. Бұл жерде жай ғана Тарбағатай дейді, біз оның не екенін білген жоқпыз. Бұл жерде сен тау болып жаралғалы дейді. Демек ол тау деген сөз. Міне осылайша өзіңізге түсіндіріп оқысаңыз, ол қиын дүние емес. Және оқу сауаттылығына уақыт бөлуге ерінбеңіз. Басқа пәндерден бал алу, ұпай алу қиынырақ. Ал сауаттылыққа сәл ғана уақыт бөлсеңіз бал аласыз. Ал ұбт үшін қай пәннен бал алғаның маңызды емес қой. Жалпы балың жақсы болса жеткілікті ғой. Сол үшін басқа пәннен бәлкім қиналып бал алуыңыз мүмкін, бірақ сауаттылыққа сәл ғана көңіл бөлсеңіз, оннан 10 аласыз. Сол үшін сәл ғана уақыт бөліңізші, өзіңізге түсіндіріңіз. Қайран Тарбағатай, сен тау болып жаралғалы, демек Тарбағатай ол тау. Әрі қарай. Құтты қоныс қойнауың мал мен жанға талай толып, талай солды ғой. Не ақылым оқиғалар өтпеді, ақылым оқиғалар. Ежелгі, бұрынғы оқиғалар деген сөз, неше түрлі оқиғалар. Өтпеді сенің сонау адыр қырқа белдеріңде. Сен екеуміз білетін қыр қанша, сыр қанша, жыр қанша. Қазақ даласының қара шаңырағы Қаратаудан, міне, қара шаңырағы Қаратаудан. Жаңа осындай Қаратауға байланысты сұрақ келді. Қандай сипаттама Қаратауға қатысты айтылған? Міне, қара шаңырағы Қаратаудан. Қазақ даласының қара шаңырағы. Қазақтың қара шаңырағы, міне. Бірінші сұрақты оқу, ол бізге қандай пайда береді? Мен оқып жатқан кезде дұрыс жауапты мәтінін бірден таба қоямын. Кейін тарих көшін басынан көп асырған шежіре тау сен ақ шығарсың, Тарбағатай дейді. Міне, екінші сұрақтың жауабы осы жерде жасырылған. Тарих көшін басынан көп асырған шежіре тау дейді. Шежіре дегеніміз тарихи оқиғаларды білу ғой. Шежіреші дейді. Атадан әкеге дейінгі, немереге дейінгі тарихты біледі. Осыдан осы дүниеге келді, осыдан осы дүниеге келді, яғни тарихты біледі деген сөз. Сонда тарих көшін басынан көп асырған шежіре тау сен ақ шығарсың, Тарбағатай дейді. Демек, тарихи жағдайлар Тарбағатай басынан көп кешірген деген сөз. Әрі қарай сол идея бар ма екен? Тарихи кезеңдер куәсі ретінде. Екінің жауабы сияқты. Әрі қарай оқиықшы. Сол орның табжылмай жатыр екенсің ау жарықтығым. Бақыт пен сордың арасын осылайша қақ бөліп, туған елдің шығыстағы бір қамалындай, осы қалпыңда мәңгі мызғымай тұра бер, қайран алтын босағамды.
Қайран алтын болса. Алтын босаға деген бар ма? Жастық шақтың куәсі, табиғаттың ерекше сыйы, маңғаздығың жоқ. Дұрыс жауап Е екен. Демек, бірдің жауабы А, екінің жауабы Е. Осылай сызып, осылай белгілеп оқысаңыздар, өздеріңіздің жауаптарыңызға деген сенімділікті де арттырады, және ол бөлекше сауаттылығыңызды жақсартатын болады. Бұл біздің оқу сауаттылығы бойынша бірінші кіріспе аңдатпа сабағымыз еді.